Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге пеште пісірілетін тауық етінен жасалған кешкі астың дайындалу жолымен бөлісемін. Ол үшін өздеріңізге керекті мөлшерде тауық етін алып, жақсылап жуып тазалап, бөліп, үстіне майонез, қызанақ пастасы, қарабұрыш, тұз, паприка, тағы басқа өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қосып, осылай жақсылап араластырып, барлығын сарымсақ қосыңыз көбірек. Барлығын араластырып болғаннан кейін 1 сағатқа дәмі шыққанша қойып қоясыз. 1 сағат өтті. Осылай табаға барлығын дізіп жақсылап қойып алыңыздар. Үстіне пиязını қосыңыздар. Дәмі кіреді. Енді осыны 180 градуста 25-30 минут пісіріп алыңыздар. Ортасында бақылап тұрасыздар. Біреудің пешінде тез, біреудің пешінде ақырын піседі. Сол себепті бақылап тұрыңыздар, шикі болып қалмасын, күйіп кетпесін. Міне бізде дайын, барлығы пісіп шықты, дәмі әдемі, иісі бұрқырап тұр. Сіздер де дайындап көріңіздер. Осы видео ұнаса, каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Баршаңыз бай бақытты болыңыздар.